Махаббат дегеніміз екі адамның сана биігінде жолығуы. Бірақ маған сана биігіндегі азаматша жолықпады. Мен Эвересттің шыңына шыға алмадым. Өзіңе сай әйел жолықпағаннан кейін тағдырың солай болады, деді Шаханов. Маған да жас күнімде Күләнда деген қыз кездесіп еді. Түлкібас ауданының қызы болатын. Сол жерге аялдайтын поезд кейін ол вокзалға тоқтамайтын болып бағыты өзгереді. Оны маған айтпаған. Күләнда құрбысымен поездан секіремін деп оның астына түседі. Күләнда қайтыс болып, жанындағы қызы аяғын сындырыпты. Егер ол тірі болғанда Эвересттің шыңына шығуы мүмкін еді деп ақын ағынан жарылды. Айта кетейік, Мұхтар Шаханов үш әріптің адамы емес екенін айтып, қандай жағдайда да шындықтың жағына шығатынын мәлімдеген болады.